Сәлем достар. Мінекей таргетинг сабағының екінші бөліміне де келдік. Жалпы таргетинг өткен сабақта қалай страница ашу керек екенін барлығын көрсеттім. Страница ашып дайын шығарсыздар енді. Әркім өз жіберетін саласы бойынша страница ашу керек болатын. Өткенде сол таргетинг жіберудің генерация лидов деген жеріне келгенбіз. Сол генерация лидовқа қайттан кіреміз. Кімде мына жерде создать жоқ, мына жерден басып создать рекламаға кіреміз. Болмаса осылай создать рекламу, создать рекламуды басамыз. Мінекей осы жерден тоқтаған болатынбыз алдында, осы генерация лидовпен. Ендеше кеттік, осыдан ары қарай жалғастырамыз. Генерация лидов неге таңдадық? Өйткені генерация лидов ешқандай сайтсыз, ешқандай бір қосымша заттың көмегінсіз осы телефон номерін, может почтасы керек болса, қай қаладан керек, ол үшін телефон номері мен ат жөндерін алып қала аласыз. Ол үшін осыны бастық, сосын сәл астына түсеміз. Мына жерде название компания деген болады. Сіз не үшін жіберейін деп жатсыз? Мысалға стоматология деп алайық. Стоматология деп жазамыз. Содан кейін продолжить. Біреулерде настройка аккаунт деген шығуы мүмкін. Оны басқан кезде мына жерде нелер шығады жаңағы. Ақшаны таңдайсыз. Ақшаны таңдап доллардан рубльге ауыстырасыз. Сосын қайттан продолжить басқан кезде осылай шығасыз, осы жерге келесіз. Енді біз мына жерге стоматология деп тағы да жазамыз. Название группа объявления. Жаңа цельге жаздық, группа объявлениеге, цельге жаздық жаңа. Не деп стоматология. Жалпы мына жерге де соны жазамыз. Негізі мынаны бүйтіп копировать етіп алсаңыздар да болады, алдымызда тағы керек болады. Одан кейін сәл астына түсеміз. Мына жаққа қарап отырыңыз, біз мына графадамыз. Жаңа мына жақта өтіп кеттік. Цельді таңдадық, генерация лидов деп, енді мынаған келдік. Енді бұл жерде страница таңдаймыз. Мынау міне страница. Менде бизнес бастау ақтау деген страница тұр. Бұны алып тастаймыз. Жаңағы ашқан страницаңызды таңдайсыздар әрқайсыңыз. Мен мысалы интернет трафик таңдайын. Міндетті түрде сосын мына жерде условия дегенді басасыздар. Мына я соглашаюсь дегенді басасыздар. Келісіп аласыздар. Әйтпесе таргетинг реклама жүрмей қалады ары қарай. Болды, осы жерден өзіңізге керек страницаны таңдайсыз. Әркім өзінің ашқан страницасын. Мысалға айта кетейін тағы да. Мына жерде менде бизнес бастау ақтау, эвачат, тест деген бар. Міне сіздер үшін ашқан тест. Осындай ертең сізде де неше түрлі не болады. Страницалар. Сол кезде өзіңізге қай товарды жіберіп жатсыз, сол страницаны таңдайсыз. Одан кейін аудиторияға келеміз. Динамический креативі деген қажет жоқ. Мынау отключенный тұра берсін. Аудиторияға келеміз. Ең маңыздысы осы аудитория таңдау. Түсінбей жатқандары қайталап қарай бере берулерге болады. Бұл жерде новаяны таңдайсыздар. Менде мысалы сохраненная детская одежда МК13 керек емес. Новый таңдайсыздар. Қазір айтам қалай сохранить ететін. Мына жерге ештеңе жазбаймыз. Мына жерге все люди тұра береді. Местные жители, недавние посетители, путешественники. Кімдерге мысалға сіздің товарларыңыз арналған болуы мүмкін, осы жерлерден таңдайсыз. Қыдырып жүрген біреулер болуы мүмкін сіздің қалаңызда. Жақында келген біреулер болуы мүмкін.
мүмкін соларды таңдайсыз егер керек болса. Біз барлық адам таңдаймыз. Және бүкіл Қазақстан керек емес. Мүмкін бүкіл Қазақстаннан керек адамдар болса, мысалға Алматыда отыр, бүкіл Қазақстанға жарнама жіберіп, бүкіл Қазақстанға тауарын таратылатын болса, бүкіл Қазақстан таңдауға болады. Бізге тек қана керегі Ақтау қаласы, Ақтаудың ішіндегі Маңғышлақ деген елді мекен. Сіздердің бір сондай ауылда ашылған бір нелеріңіз болуы мүмкін. Мысалға стоматология осы Мұнайлы ауданында Маңғышлақ елді мекенде ашылған, сондықтан сол жердегі адамдарға біз жарнама жіберуіміз керек. Іздеп қарайық. Маңғыстау регион. Жоқ, бұл дұрыс емес болып кетті. Алып тастаймыз. Қайттан ағылшынша жазып қарайық. Маңғыстау деп. Орысша шықпаса ағылшынша жазыңыздар. Так. Міне, Маңғыстау шағын аудан. Так, басайық. Мінекей дәл түсті. Маңғыстау шағын аудан, Маңғышлақ, Маңғыстау, Қазақстан, Маңғыстауский регион, Қазақстан. Мінекей Ақтау қаласының жанында. Ақтау қаласы болса, мынау шетіндегі Маңғыстау. Бұл жерде километраж азаяды екен. Негізінде үлкен қалаларда 40 километр, 17 километр минимальный. Үлкені 80 километр болады. Ал мұнда 1 километр минимальный. Бұл жерде так 10 километр аймағына жіберек. Маңғышлақтың Ақтауға қажет жоқ, бірақ Ақтауға шет жағасы кіреді екен. Көре берсін шет жағасы. Әлде қысқартамыз ба екен? Так. Жақындатып қарайық, примерно қай жерлер кіреді. Қызылтөбе, Батыр. Өте көп жер кіреді екен негізінде. Қошқар ата. Сәл 9 километр қойық. 9. Осы жарайды. Осылай жерді таңдайсыздар бірінші. Мінекей мен Қазақстанның ішінде бір Қытай Маңғышлақ деген ауыл. Жастары енді түсеміз, местодан кейін астында возраст. Бұл жерде минимальный 18 беріледі, максимальный 65 жас аралықтағы адамдар. Бұл жерде де мұқият қарау керек, бұл жерде мұқият таңдау керексіздер. Сіздің аудиторияңыз бұның барлығы бола алмайды. Көбіне 21 жастан 20 жастан алайық минимальный. Үлкені 45 жасқа дейін қойық. Жоқ, бұл жерде 50-ге дейін қоя берейік. Өйткені 50-дегі кісілер де келуі мүмкін. Әлде балдар көрсе, соны әке-шешелерін айтады. Возраст осылай таңдайсыздар. Әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреулердің возрасты 20-дан 25-ке жас аралықтағы адамдарға болуы мүмкін. Мысалға, жас балаларға арналған кроссовкилер болса, мысалы 18-ден 25-ке дейін қоясыз. Солай. Мына жерде пол әйел адамдарға, еркек адамдарға, бізге екеуіне де қоямыз бәрібір. Тоже кейбір кісілерге, еркектерге арналған тауарлар болса, тек қана еркектер таңдайсыздар. Тек әйел адамдарға арналған тауар болса, тек қана әйел адамдарға басасыздар. Тіл маңызды емес мына жерде.
русский десеңіз русский мысалға шығады. Рус десеңіз русский шығады. Мысалы тек қана орысша тілділерге керек болса сізге солай жазасыздар. Детальный таргетинг деген жер бар енді мына жерде. Бұл жерде интереске қарай стоматология деп жазамын. Косметическая стоматология интерес таңдайсыз. Міне интересы, дополнительный интерес, косметологический стоматология. Сосын мынаны бассаңыз рекомендует шығарып береді сізге. Чистка зубы деген Инстаграм, Фейсбуктан осындай нәрселерді жазып іздейтін адамдарға осы рекламаны шығарып береді. Еще де мұқият таңдауыңыз керек. Зубная эмаль, зубная щетка мысалы. Бәрін жаза беруге болады мына жерде. Стоматологияны өзін алсаңыз да болады. Таңдай бересіздер. Осы сіздің өзіңіздің салаңызға қатысты. Oral-B десе де мысалы шыға береді. Зуб деп іздейтін болса да осындай аудитория барлығын алып қоясыздар, өйткені осыларды қызығып іздеген адамдардың алдынан тісті шығарып береді. Зубная эмаль. Ладно. Осыны таңдайық примерно. Болды, мінекей. Осындай нәрселерді Инстаграм, Фейсбуктан іздейтін адамдарға демек осындай нәрселерге қызығады. Сіздің мысалға бізде стоматология ма, бізде стоматологияға қызығатын адамдардың алдынан шығарып береді. Енді осы аудиторияны сақтап қоямыз. Сохранить аудитория. Серік Жұбайлысов емес. Бағанағы копировать алған стоматология деген. Келесіде бұл не үшін керек? Келесіде тағы да бір-екі күнге жібергеннен кейін тағы да өшіріп тастайсыз, кейін тағы да жібергіңіз келсе, ол үшін бәрі қайтадан теріп отпайсыз. Сохранить етіп қоясыз. Міне мына жерде сосын новый теріп отпайсыз, сохраненныйға кіресіз да. Это жаңа стоматология шықты. Мына жерде басып қараймын. Стоматология деп тұр. Осыны осылай таңдайсыз да кете бересіз дальше. Көрдіңіз бе? Енді міне жаңа аудиторияны таңдап өттік. Енді видео плейсменті дегенге келдік. Бұл плейсмент мына бір жер. Бұл деген не Фейсбукқа немесе Инстаграмға жібересіз ба? Соны таңдайсыз. Мына автоматически тұр, оны редактировать деген басамыз. Все устройства тұра береді. Мобильный, телефон, компьютер. Бұл жерде біз қазір екеуіне де жіберейін деп отырық. Фейсбукқа да, Инстаграмға да. Тек қана лентасына стористерді алып тастаймыз. Пример таңдап қойсақ та болады негізі сторис. Инстаграмда да екі жерге жібереміз. Олар қажет жоқ, бізде жоқ, пока мессенджерлер көп қолданбайды. Осылай таңдайсыздар міне Фейсбукты немесе егер тек қана Инстаграмға жібергіңіз келсе, мынаны алып тастайсыз. Минус. Мынау бірақ кішкене нетіп қалады, ештеңе етпейді. Мінекей все мобильные устройства тұра береді. Бұл жерде де айта кететін нәрсе тек қана мысалы Androidқа арналған бір нелер болуы мүмкін, ойындар ма, приложение. Сонда тек қана Android ұстайтын адамдарға таңдайсыз. Дәл сол сияқты iOS, iPhone ұстайтын. iPhoneға арналған приложение болса, iPhone'ды таңдайсыз. Бізде барлығына көріне беру керек. Все мобильные устройства. Мынау ештеңе қоймаймыз. Олды осыдан өтіп кете береміз бұлай. Бюджетке келдік, міне ең ақша қоятын жер. Бұл жерде ақша қазір қарайық біздер
теңгемен мысалға 4000 теңге керек болса, мен қазір есептеп қарайын. Калькулятор бар ма мұнда? Мысалға 4000 теңгені рубльмен есептейміз. 2, 3. Бөлеміз. 5-те 6-мен алғанда 714 рубль. Бұны енді бөлеміз 3-ке. Күніге 238 рубльден қоямыз 3 күнге. Сонда 4000 теңге шығады екен. Так. Неше еді? 328 ба? 4000 бөлеміз 5-те 6. Оны бөлеміз 3 күнге 238. Бұл жерге мысалы 238-ден қоямыз біздер. 238 рубльден бұл күніге. Осы жерде мынау автоматически тұр. Бұны біз расписание деп тұр. Бұны астындағысын басамыз. Установить дегенді. Мына жерге бір айға шығарып береді сізге. Бүгін 12-сінен бастап. Бұны біз 3 күнге қою үшін март емес. Алға сырамыз. Февральдың 12-сі болса 13-і, 14-і, 15-іне дейін 3 күнге қоямыз. Мінеке астында срок показа ваша реклама 3 дня. Вы не потратите больше 714 рубль. Жаңағы 714 рубліміз 3 күнге кетеді. Міне дәл осылай сіз неше күнге қойғыңыз келеді, осы жерде өзіңіз білесіз. Бір айға қойғыңыз келе ма, 1-2 күнге қойғыңыз келе ма, минимум 2 күнге тестировать ету керексіздер. Сағаттар тұра берсін, примерно бұл тұра береді. Сосын продолжить дегенді басамыз. Неке мына жерге де келдік. Мына жерге, мына графаға өттік. Реклама деген. Название объявления генерации лидов деп тұрады. Мен стоматология деп жазып қойдым. Сіздерде өзіңіздің атыңызды жазасыздар. Ал мына жерде страница нету, екеуін Facebook пен Instagram'ды связывать ету, бір-біріне жалғау. Кімде мысалға ашқан неңізде Instagram'да да сол атпен ашқан болсаңыз страница, сосын Facebook'та да страницаңыз осы интернет трафик сияқты, онда екеуіңіз Instagram'мен нені қосу үшін осы жерде басасыз. Добавить существующий аккаунт деген. Егер бар болса, осындай, мысалы менде интернет трафик деп тұр, сізде басқа деп тұру мүмкін осы Facebook страницаңыз. Дәл сондай Instagram аккаунтыңыз болса, осы жерге логин жазып, пароль жазып, подтвердить бассаңыз енеді. Менде қазір жоқ болып тұр ондай. Бар, бірақ ол басқа жерге жалғанып тұрғандықтан мына жерге пока келмейді. Ашықтан шыққанша. Сол осылай тастап кете беруге де болады, егер басқа тұрғыңыз келмесе. Келесі форматтан кейін бұл жерде кальциевый галерея кіріп шығып қарай берулеріңізге болады. Менде данный момент бір видеоны осы жерге қоюым керек, сондықтан осы один изображение или видео. Бір сурет болса да осыны басасыздар. Кейбіреулерде басқаша шығып тұруы мүмкін, один изображение деген соны басасыздар. Бұл жерде видео, мынақты изображение, мне видео, менде видеоны басам. Загрузить видео десем, компьютерге кетеді қазір. Компьютерден алу керексіздер. Өзіңіздің. Так, менде қайда жатыр екен? Менде телеграмда болады. Қазір скачать етіп алайын оны.
Осы видео керек маған. Осыны. Так, выбрать. Сохранить как. Компьютермен жүктеп алуым керек. Стоматология деп жүктеп алайын. Видеоның ішіне. Мен видеоның ішінен енді алуым керек соны. Мына видео міне. Осы видеоны алуым керек. Сіздер де осы компьютеріңізге дайындап қоюларыңыз керек. Видеоны немесе жаңағы суреттеріңізді сол жерден алып осылай открыть десеңіз, осы жерге видеоларыңыз келеді. Пока загрузка болғанша жаймен астына түсе берейік. Мына жерде текст деген жер бар. Қазір мына болсын енді. Текст деген жерге жалпы текст жазасыз. Текст деген қалай? Жаңағы неңіз, сіздің өніміңіз ба, қызметіңіз ба, товарыңыз ба, сол туралы ақпарат жазасыз осы жерге. Мен жаза кетейін, пример ретінде. Мұнайлы Нұрдент деген ағылшынша негізі. Нұрдент атты тіс емханасы ашылды. Білікті мамандар жұмыс жасауда. Примерно осылай жазасыз, менікіне қарап. Жұмыс жасауда. Келсеңіздер тегін консультация. Қазақшасы жоқ сияқты енді. Береміз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы телефонға хабарласыңыз. Телефон номерін қарап жүрейін. Мына копировать етіп аламыз да. Осы жерге қоя саламыз. Өстіп астына түсіп қойғаны дұрыс болады сияқты. Мен осылай шықты. Негізінде бір кішкене мынаны бар ғой, бүйтіп алып, былай істеулеріңізге болады. Копировать етіп аласыз. Яқтан былай жазасыз мысалға. Осы жерге жазасыз былай. Ставить етесіз. Мынандай смайликтер қоюға болады. Аудан тұрғындарының назарына дегенде
кандай смайлик коюуга болот? Мисалга ар кайсыңыздын өзүңүздүн бир такырыптарыңызга байланыштуу койсоңуздар болот. Ушундай. Так. Оны бул жерге эмес, негизи мына жерге коюу керек. Оны алдына коебуз. Ну, осылай да, мисалы. Найла ауданында Нурдент атты стоматология ашылды. Иликтүү мамандар төмөн түсүрүп кичине ой, мына кетип калды го. Так. Удалит Удидар. Найла дегенде бул жерге не коюуга болот экен айтпакчы. Домдар, үйлөр. Мисалга үйлөрдө үйлөр. Ушундай бир үйлөрдү коюуга болот. Сосын иликтүү мамандар дегенде булай түшүрөбүз. Мамандардын осулай әдемі сүрөт коюп алуу керек да, билесизби? Ушунда адамга окууга да бир кичине не болот. Жагымдыраак болот. Тек гана жазууду жыбырлатып жаза бергенден адам окугусу келмейт оны. Иликтүү мамандар дегенде бир осундай мыкты, осундай сүрөт кое салайык. Келсеңиздер, тегин консультация беребиз. Эгер кандай да бир сурактарыңыз болсо, осы телефон дегенде, мисалы, мына жерде телефондун сүрөттөрү болот. Телефон бул жерде жок. Қазір ошол жерлерде болуу керек, по-моему, телефон. Телефон таап алайык, минекей. iPhone сүрөтүн коебуз. Сосын осуну былай түгүл тағы да копировать етіп аламыз да. Скопировать. Удалить жібереміз. Осы жерге коюуга болот. Көрдүңүзбү, осындай. Мына жерден қазір мынандай заттар таба алмайбыз го. Ана жерде жазып аламыз да. Телеграмда немесе жаңағы WhatsApp'та жазып алсаңыздар, өстіп осы жерге осындай иконкалермен алып келип коясыздар. Сосын міндетті түрде толтырылу керек. Мына тақырып. Сол тақырыпқа жазасыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Типа. Іздегендей тісіңіздің алдын алып емдеп алыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, тісіңіздің алдын алып емдеп алыңыз. Адамның кішкене санасына тигізетін сөздер жазу керек. Одан кейін мына регистрация деген кнопка бар ғой. Соны подать заявку дегенге бассаңыз болады. Мына жерде шығып тұрады. Өйткені регистрация дегеннен көп адам қорқады. Сол үшін подать заявкуды басамыз.
мына жерде забронировать, егер билет сатып жатсаңыздар забронировать деп басып қоясыз. Жаңағыдай скачать, мысалы приложение, ойын деген сияқты сондай жарнама алсаңыз скачать деп басасыз. Скачать дегенді олар басады да, сонда сіз негізі скачать етіп алады. Получить предложение, подробнее, регистрация, поделиться. Әртүрлі кнопка. Подать заявканы қоямыз. Одан кейін ештеңе істемейміз. Мына жерден түсеміз да новый форма дегенді басамыз. Мына плюсикті басамыз. Түсінбегендер қайттан тоқтатып, артына жіберіп қарап алуларға болады. Тағы да айтамын. Мына жерге тағы да ставить. Ой, бағана біз мынаны істеп алған екенбіз ғой. Ставить емес, стоматологияда жазамыз. Стоматология. Содан кейін настройка, English'ті алып тастаймыз, русскийға. Бұл мына жердегі сөздер русский болып тұрады. Сразу контент. Мына ештеңе істемейміз, мына жерді басып жауып тастаймыз. Мынаны өшіріп тастаймыз. Вопросы басамыз. Электронный почта керек емес бізге. Полный имя де керек емес. Мына еще параметры дегенді басамыз. Бұл жерде бізге тек қана аты мен телефон номері керек. Егер сізге керекті нәрселер болса, қарап тауып аласыздар, әркім өз саласына қарай. Түрлі нәрселер. Должность, дата рождения, пол, семейное положение, страна, офис дейді. В общем, фамилия. Бізге керегі имя и номер. Соны басамыз да. Сосын қайттан мынаны басып жауып тастаймыз. Вопросы еді біттік, мынаған келеміз енді. Мына жерге текст, ссылка жазу керек. Сосын ссылканы өзіне әкеліп қою керек. Бұл жерге жебе сайттар қойсаңыз да болады, немесе Instagram қойсаңыз да болады. Мен Insta деп жазайын. Парақшаға тіркеліңіз деп жазып қойын. Келеміз. Инста парақшаға тіркелеміз. Немесе инста парақшамыз тіркелеміз. Мына жерге Instagram ссылкасына келу керек. Бұл үшін Google'ға Insta деп жазамыз. Instagramға өтеміз. Интернет трафик деген парақшам. Осы жерден басамыз. Осы сілтемені әкеліп қоямыз. Копировать. Қайттан мына жерге келеміз. Мына жерге ставить. Болды. Қайттан жауып тастаймыз. Экран благодарности деген бар. Спасибо, все настроено дейді. Біз олай айтпаймыз. Рахмет. Біз сізге жақын арада хабарласамыз деп жазамыз. Рахмет, міне біз сізге жақын арада хабарласамыз. Астына описаниясын жазамыз. Бұл заголовок. Ваша информация была отправлена. Сіздің берген ақпаратыңыз қабылданды. Сіздің берген ақпаратыңыз қабылданды. Енді бізден қоңырау күтіңіз.
күтіңіз. Жарайма дейсің. Осылай жаза саламыз. Түсінікті ғой, мына жерде міне шығып тұрады. Заявка тастағаннан кейін осылай шығып тұрады сізге. Сосын төмен түсеміз. Бұл жерде сайт дейді. Сайт емес. Бұл жерде смотреть сайт. Егер сайт болатын болса, сайттың ссылкасын әкеліп қоясыз. Сол жағы бұл жерге сілтемесін қойып қоюға болады. Инстаграмның. Смотреть Инстаграм. Инстаграм. Не мынандай кнопка шығып тұрады. Сосын сохранить дегенді басамыз. Завершить дегенді басамыз. Міне стоматология. Проверить. Подтвердить. Кімде жаңадан ашып жатқан кезде сізде не шығады? Мына жерде карточкаңызды сұрайды. Карточкаңызды сұрайды міндетті түрде. Карточкаңызды енгізесіздер. Сіздер 16 цифрды жазасыздар. Сосын срок годности жазасыздар. 20-ға дейін ба, 22-ге дейін ба. Сіздің картаңыздың. Сосын артындағы 3 цифрасы болады. Сол цифрасын жазасыздар. Содан кейін ол сіздің картаңыз міндетті түрде интернет шектеуден алынып тасталу керек. Егер интернет шектеулік алынбаса, сіздің карточкаңызды қабылдамайды. Ол үшін әркім қандай банкомат сізде, сол банкке хабарласыз. Қандай банктың картасы, сол банкке хабарласыз. Халық банк болса, Халық банкке, Каспи болса, Каспи банктың менеджерларына хабарласып, менің картамдағы интернет шектеуді алып тастаңыз десеңіз, міндетті түрде алып тастайтын болады. Түсінікті ғой, Содан кейін осылай енгізесіздер, жібересіздер. Сіздің ішінде тағы ақша болу керек. Сіздің жіберетін ақшаңыз болу керек міндетті түрде. Содан кейін міне подтвердить дегеннен кейін осындай жерге келесіздер сіздер. Міне менде стоматология деген тұр. Менде статус показа на рассмотрение қаралып жатыр. Олар қарайды. Қандай нәрсе екен. Кейбір заңсыз нәрселер болса тоқтатып тастайды. Бюджет используется дейді. Осылай шығады міне. Егер кішкенеден кейін бұл жерде одобрен деп келіп тұрады, егер жіберген болса жарнамаңызды. Егер жарнамаңыз кетпей қалса, бір суреттерден қателік болса, басқа нәрселерден қателік болса, не деп тұрады жаңағыдай. Отказ или не одобрен деп сөйтіп тұрады. Сондықтан осыны қарап қойыңыздар, на рассмотрение деп тұрады. Бұл жерде обновлениені басып қоясыздар. Пока күте тұрасыздар енді. Мен бұрынғы мастер-класстарым жіберген. Так. Компания. На рассмотрение әлі. Мен сіздерге осы жерге қалай кіруді тағы да бір көрсетіп жіберейін. Енді осыны жауып тастап шығып кете беруге болады. Мысалы, Facebookқа кіресіздер, осылай бағанағы басты бетке. Тағы да басынан көрсетейін. Осылай Google'ге немесе басқа браузерге кіресіз. Facebook деп қайттан кіресіз, теріп. Осылай кіресіздер өзіңіздің бетіңізге. Енді менің рекламам не болды екен деп қарағыларыңыз келсе, міне мына жаққа назар аударыңыз. Мына сеттің суреті Ads Manager деген. Соны басасыздар. Басқан кезде жаңа жерге келеді. Міне. Осы жерден қарап алуға болады. Сосын сізге телефон нөмірі,
аты жөндерін жазып тастайды. Сол кезде сіздер қарайсыздар, лид деген жерден қарайсыз. Мына лид форма, мына сызықша тұр ғой қазір. Бұл 0 деген. Сізде қанша адам нөмір тастады, осы жерде шығып тұрады. 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 қанша адам нөмір тастайды, осы жерде көрсетіп тұрады. Оны алу үшін группа объявление дегенге басасыз, объявление дегенге басасыз, немесе сразу мына жерде лид форма деген результаты лид форма жанып тұр. Мынау осы үстінен басасыз, өстіп осындай бет шығады сізге. Скачать дегенді басасыз, Excel или CV, CV осыны басқан кезде не қай жерге скачать етейін, стоматология, лидс деген сияқты компьютеріңізге жүктеп аласыздар. Осы сохранить десеңіз компьютеріңізге жүктеледі. Пока қажет жоқ. Сосын жүктелген жаңағы формаларды осылай қарайсыз. Көрсетіп жіберейін, менде болса. Генерал Селидов дегендер бар екен, ашып көрейік. Алдыңғыдан қалған. Мінеки, маған нөмірлер қалдырған адамдар міне. 13 мен ат жөндері Асланбек, міне телефон нөмірлері. Осыларды алып отырып жаймен бір шеттен соғып шығасыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе алтын? Мен бизнес бастаудан бизнес бастауға жіберген не болу керек? Әркім өзінің несі бойынша дұрыстап сөйлесу керек ол кісілермен. Сәлеметсіз бе, сіз осындай инстаграмнан немесе фейсбуктан жарнамаға, біз интернет трафик компаниясымыз, инстаграмда жарнамаға телефон нөміріңізді қалдырған екен, сол бойынша хабарласып тұрмын деп ол кісіге түсіндіру керек не екен. Сол түсіндіргеннен кейін онымен сөйлесесіз, деп ол есіне түседі. Сіз осындай нәрсеге қалдырған екенсіз нөміріңізді. Сізге не қызықтырды деген сияқты сондай сату өнеріңізді қосасыздар. Сөйлескенде де гүрс-гүрс еткізіп тастау емес, дұрыстап онымен әдемілеп сөйлесу керек. Қалай сөйлесу керек екендерін ютубтан жаймен үйреніңіздер. Жалпы. Сондықтан айтарым осы. Осылай қарап аласыздар барлығы. Егер сату өнері керек болса, сату өнерінен де тағы да кішкене не көрсетеріміз, қысқаша мағлұматтар қалай сөйлесу керек екен. Әзірше осы, қош сау болыңыз.